2025 жылы оқуға таңдалған «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясы аясында ақын, жазушы, әдебиет сыншысы Жұмекен Нәжімеденов пен ақын, жазушы, аудармашы Тәкен Әлімқұловтың шығармаларын насихаттау мақсатында ұйымдастырылған «Бір дәуірдің қос үні» атты облыстық байқауға қош келдіңіздер. Жер басатын адамға жетер еді-ақ екі аяқ. Бірақ осы салдатта жалғыз аяқ болғаны, екіншісін сыйлатты туған жердің орманы. Айнала шапты қарап бала бұлақ сарапқа құшағына келді кіріп. Екі ана, ән арнасы, су арнасы, биік екеуінің туар басы. Біреуі табиғаттың таңдаулысы, біреуі адамзаттың шығармасы. Өтпей тызған табанға не қыламыз ерте аяқ, жер басатын адамға жетер еді-ақ екі аяқ. Күн ғана көкте тұр бүтін, алқынып жүріп атысты ер. Таза ауа үшін біз жұтым, іздерге қалды қан үйір. Бір мезет дала шашып тау бұлазып, сай жыра қара ұтып қалды зарып. Жалтақтап жан жағына қарап жатты, қара етті жал қандай жалғыз ағып.